Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге бауыр аурулары туралы алдын ала ескертетін негізгі белгілер жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бауырдың міндеті қанды зиянды заттардан босата отырып, жақсылап сүзгіден өткізу. Бауыр минутына 1,5 мл қанды сүзгіден өткізе отырып, өмір бойы қызмет атқарады. Адамның жалпы көңіл күйі, өзге де ішкі ағзалары, жүйелері қаншалықты үйлесімді жұмыс істейтіні осы мүшенің саулығы мен белсенділігіне байланысты. Бауыр адам денесіндегі ауқымды үлкен темір болып табылады. Зат алмасудың жақсаруын реттеуге көмектеседі. Қан түзіліміне жауап береді. Дәрумендер мен минералдардан қор жинайды, оларды жұмсауын қадағалайды. Дәрі-дәрмектер мен біздің ағзамызға тамақпен келіп түсетін бөгде заттарды бейтараптандырады. Бауыр 75% зақымданған кезде де адам өзін қалыпты сезінеді. Мәселелер біртіндеп туындай бастауы және ағзаға үлкен жайсыздық алып келуі мүмкін. Бауыр іс жүзінде толығымен зақымдалып, жұмысын тоқтатқан кездің өзінде бауырдың белгілі бір бөлігін немесе бүтіндей донорлық бауырмен ауыстырып, орналастыру арқылы адамды аман алып қалуға болады. Бауырдың ауыратынын көрсететін белгілерді қарастырайық. Ауру белгілерінің ұзақ уақыт бойы білінбеуі. Функционалды жасушалар бүлінгендердің қызметін атқаратындықтан бауыр аурулары бірден анықталмайды. Емделуші бауыр айналасындағы ауырсынуды ұзақ уақыт бойы сезбейді, дәрігерге шағымданып бармайды. Бұл уақытта бауыр ауруы өрши түсуі мүмкін. Сондықтан бауыр жұмысының бұзылысын ертерек анықтау өте маңызды. Бауырда жүйке ұштарының шеттері жоқ, сондықтан да кейбір жасушалар қызметін тоқтатқанда да немесе қан ағысының бұзылыстар болғанда, яғни ишемия кезінде ауырсыну байқалмайды. Бауыр айналасындағы ағзалар ауыра бастағанда немесе бауырдың капсуласы қатты созылып кеткен кезде ғана ауыра бастайды. Капсула – бұл бауырды толық жауып тұратын жұқа қабықша. Бірінші белгі – шаршағыштықтың созылмалы сезімі. Жалпы алғанда әр адам жұмыста әртүрлі жұмыстарды атқара отырып шаршайды. Шаршау бұл қалыпты, алайда мұндай жағдайда бауыр ауруының айқын белгілерінің бірі болып табылады. Егер өзге ауруларды, инфекцияларды ескермесек, онда үнемі шаршай беруді біздің ағзамыздың сүзгісінің ауыратынын білдіретін белгі ретінде назар аударуымыз керек. Науқас күн тәртібін сақтай отырып, уақытысында ұйықтаса да, немесе 6-9 сағат ұйықтаса да, күнделікті ұйқысы қанбай жүреді. Адам шаршап, әлсізденіп, өзін мүлдем күші жоқ сияқты сезінеді. Науқастың бұндай көңіл күйі бүкіл ағзаның жалпы уланғанынан болады. Бауыр ағзаға келіп түскен барлық уыттарды өңдей алмайды. Екінші белгі – бүйір жақтың ауруы. Науқас оң жақ қабырғасы тұсында ауырсынуды сезінуі мүмкін. Бұл белгі бауырдың ауыратынын білдіреді. Ауырсыну белгілері төс шеміршек астында, оң жақта орналасқан қабырғалардың шетінде, іштің орта тұсында пайда болады. Үшінші белгі – терідегі өзгерістердің орын алуы. Бауыр қанды уытсыздандыруға шамасы келмеген кезде без қызметінің бұзылғаны адамның терісі мен бетінде біліне бастайды. Бауыр ағзаны уландыратын уыттарды, бос радикалдардан, заттардан қанды тазартып үлгермегендіктен осындай жағдай орын алады. Бұл заттарды шығару қызметі теріге ауысады және онда бауыр ауыратынын білдіретін белгілер пайда болады. Денеде және бетте қан тамырларынан жұлдызшалар пайда болады. Олар көп және қызыл түсті қылтамырлардан бұтақшалар болуы, бұл бауыр зиянды заттарды нашар шығарып жатқанының айқын белгілері. Қолтықта немесе алақанда пигментті дақтар пайда болуы мүмкін. Олар көбінесе сұр күлгін немесе қола түсті болады. Тері солығын тартады. Бұл цирроз немесе қандай да бір сары ауру кезіндегі жиі кездесетін белгілер. Тері балауыз сияқты көрініп, сарғыштанады және жансыз сияқты көрінеді. Қылтамырлар әлсіз және қан нашар ұйытын болса, жеңіл желпі жарақат алған кезде көгерген жерлер көп болады. Мұндай мәселелер бауыр қанның ұюы мен тазаруына жауап беретіндігінен пайда болады. Кейде теріні саусақпен жаншыған кездің өзінде басқан жер көгеріп қалады. Адамда өттің ағып шығуы кезінде мәселелер болса, қабағында майлы түйіншектер пайда болады. Оның үстіндегі тері сары түсті және жіңішке болады.
Достар, сіздермен бөліскім келген осылар еді. Егер видео сіз үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.